Матаның негізгі екі бағыты бар. Ол тік негізгі бағыт және көлденең бағыт. Негізгі бағыт міне матаның кромкасына параллельно жатқан бағыт. Яғни бұл бағыт бізде көбінесе созылмайтын болып келеді. Мысалы, мына матада мүлдем созылмайды, ал көлденең міне созылады. Сонда біз мысалы лекаламызды, көйлегімізді тіккен кезде лекаламызды қалай қоямыз деген кезде осы бағытты өте қатал ұстану керек. Міне мысалы мынау кромкаға параллельно негізгі бағыт бойынша ұзындығы жату керек. Мынау ені, былай ұзындығы. Міне осылай. То есть біз лекаланы қойған кезде былай қиғаштап матаны үнемдеу үшін олай қоюға болмайды. Осылай осындай негізгі бір заңдылық бойынша қою керек тігінен. Кейбір кездерде бұл заңдылық бұзылып жатады. Ол қандай жағдайларда? Мысалы, бұл кружевной матаның шеті, міне мынау біткен шеті, бұл кромкасы деп есептелінеді, немесе фистон. Фистон дегеніміз, мысалы, мынау кружеваны алатын болсақ, фистон үш шеттен қатты көрініп тұр, мына шетіндегілер фистон деп аталады. Бұл екі жақта болуы мүмкін матаның, кромка сияқты фистон мына жақ шетінде және келесі жақ шетінде екі жақта фистон болады көбінесе. Сонда былайынан ұзындық жүреді. Бұл кезде біз көйлекті былай емес, былай тігеміз. Өйткені бізге фистон көйлектің етегінде қалу керек. Мысалы, мынау сияқты мына мата қиылған, екінші жағындағы, мына жақта тоже мына жақта матаның екінші жағында да, бағытында да жағында осындай фистон болу керек болған, бірақ бұл фистон қиылып кеткен. Ал бізге осы фистон, тек фистон емес, гүлдердің бағытына қарайтын болсақ та, олар жоғарыға қарап тұр. Яғни біз көйлекті былай тіге алмаймыз, оны біз осылайынан тігуіміз керек. Жолақты мата. Жолақты матаға біз көйлекті осылай қоямыз, немесе былайынан қоямыз. Бұл қай жағдайда? Мысалы, бізге кокетка тігу керек. Негізгі біздің көйлектің мысалы мына аралық ұзындығы, осы кеудеге дейінгі ұзындық бізде осындай жолақты болатын болса тігінен, ал біз кеуде жағындағы бағытты көлденең жасағымыз келетін болса, онда екеуін ауыстырып жасауға болады. Мысалы, креп шифон матасының суреттеріне қарамаймыз, себебі бұл жерде суреттерде жәндіктер әр жаққа қарап тұр. Сонда бұл жерде бір определенный өзінің нақты бір бағыты жоқ. Яғни жоқ деп, бірақ көйлекті былай да қиғашынан қоя беруге болмайды. Әрине өзінің негізгі тік бағыты бар және көлденең бағыты бар. Міне, тік бағытында бұл мата мүлдем созылмайды, ал көлденеңде әрине созылады. Ластик бар көлденеңде. Көлденеңде не үшін ластик болады? Өйткені біз, міне, бұл бізде дене айналымын алынады, осылай көлденең. Біз демаламыз, қозғаламыз, сол кезде бізге ыңғайлы болу үшін мата бізде созылу керек. Ал тігінен ол созылып кетпейтіндей өзінің формасын ұстап тұру керек. Сол себепті біз ұзындыққа тік бағытты ғана қолданамыз осылай. Немесе бұндай суреті бар маталарда біз матаны кішкене үнемдей аламыз. Мысалы, бізге мата жетпей жатқан жағдайда, мысалы, лекаланы бір жағын осылай қоятын болсақ, сызып алып, келесі бағытын былай қоятын болсақ, бізге болады осылай сидырып алуға. Ал жаңағыдай, мысалы, мына бір гипюрда біз ондай үнемділік жасай алмаймыз. Яғни бір бағытты маталарда бізде мата шығыны өте көп кетеді. Біз тек қана бір бағытта ғана, осы бағытта ғана лекаланы қойып, көйлекті пішіп аламыз. Міне қараңыздар, мына жерде екі бағыт. Міне мына жерде өте жұмсақ, былайынан төменнен жоғары қарай көтерсем, түктері білініп тұр. Түктері отырады, ал былайынан өте нәзік болып, түктерінің бағыты қазір жоғарыдан төменге қарай тұр. Ал мына бір қиындыда керісінше тұр. Былай өте нәзік, ал былайынан түктері білінеді. Сонда, егер біз былайынан қоятын болсақ, яғни бір жағы бізде, мысалы, жилетка екеуінің ортасы кесілген дейік, бір жағы осындай бағыты басқа, екінші жағының бағыты басқа болып қалатын болса, онда бізде бір жағы қара, бір жағы ашық түсті болып қалады. Міне, сондықтан біз осылай бір бағытта ғана барқыттан, велюрдан киім тігуіміз керек. Яғни екеуі де бір бағытта болу керек. Тек қана осындай бір бағытта. Яғни екеуін осылай ауыстырып алуға болмайды. Біреуін былай қойып, екіншісін былай пішіп жасауға болмайды.
екеуі бір бағытта тұру керек. Осындай айырмашылықтар бар. Бұл тек қана велюр мен барқытқа ғана қатысты емес, яғни бүкіл кез келген вельвет матасы болсын, түгі бар. Түкті маталардың барлығының бағыттары біреу ғана болады. Яғни осындай айырмашылықтар пайда болады, егер бағытын ауыстырып алған жағдайда. Тағы да бір сұрақ туындауы мүмкін. Егер мата екі жағы да бірдей жақсы созылатын болса, онда қай бағытты пайдаланамыз? Қалай біз лекаланы қойып пішеміз деген. Ол кезде біз сол бір бағыттың заңдылығын пайдаланамыз. Яғни ол кромкаға параллельно бағыт, негізгі бағытты осылай киімді тігінен қоямыз. Негізгі бағыт бойынша киімді тігінен қоямыз. Көбінесе бұндай маталар спорттық киімдерге арналған болады, немесе демалысқа, көп қозғалысқа арналған киімдерге арнап трикотажды маталар қолданылады. Сол себепті ол екі жақты созылады. Біздің отырып тұруымызға, қозғалғанымызға ыңғайлы болу үшін ол кезде де біз осы бір бағытты қолданамыз. Ал егер мата жетпей жатқан кезде, сол кезде пайдалануға болады, яғни лекаланы көлденең қойып қолдануға да болады. Ол кезде екі бағытты да пайдалануға болады.